Қу түлкі ертегісі. Жолбарыс бір түлкіні ұстап алады. Түлкі құйрығын бұлаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп: «Мені жей алмайсың, мен осы орманға қожалық етуге келгенмін», дейді. Жолбарыс түлкіге олай бір, бұлай бір қарап сенбей: «Мүмкін емес», дейді. «Сенбесең, менімен бірге орманға жүр. Ондағы барлық аңдардың менен қалай қорқатынын өз қолыңмен, өз көзіңмен көресің», дейді түлкі. Жолбарыс бұған келіседі. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп, паңдана жүріп отырады. Жолбарысты көріп, аңдар мен құстар зәресі ұшып, тым-тырақай қашады. Ұялары мен індеріне тығылады. Аспанға ұшады. Ал қу түлкі басынан онан сайын көтере түсіп: «Ал енді көзің жеткен болар, менен қорқатыны жан тірі бар ма екен?» деп мақтанады. «Иә, сен шынында да айбарлы екенсің», деп алданған жолбарыс жайына кетеді.